Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бұл сабақта біз сіздермен осындай сүйкімді құлақшаларды тоқып үйренетін боламыз. Бұл құлақшаларды мындай кішкентай балалардың шапкаларына, одан кейін комбинезондарға, капюшонына, кез келген капюшоны бар кофточкаларға тоқып алсаңыздар болады. Өте сүйкімді көрінеді. Бізге бұл құлақшаны жасау үшін мынандай квадрат тоқуымыз керек. Платочная вязка узорымен. Бұл узордың тоқылуы менің каналымда бар. Осы видеоның астына ссылкасын қалдырып кетемін. Содан қарап көрсеңіздер болады. Менде бұл квадраттың размері, қараңыздар, ширинасы 10 сантиметр және биіктігі 8 сантиметр. 8-9 сантиметр қылып жасай берсеңіздер болады. Енді қараңыздар, осы квадратты тоқып алғаннан кейін мынандай ұзын қылып жіптің ұшын қалдырыңыздар. Но менде аздау, бұдан да ұзынырақ қылып қалдырасыздар. Және мынандай көзі үлкен тебен инеге өткізіп, қазір құлағымызды тігеміз формасын келтіріп. Енді мұнда мұқият қараңыздар. Мынау бізде петля болса, біздің петлямыз осы петляның бір ғана қабырғасынан іліп аласыздар, мінекей, былай инені. Келесі петляны қалдырып, одан кейінгісіне іліп аласыздар, айналдырып. Біреуін қалдырып, келесісіне. Біреуін қалдырып, келесісіне. Мінекей, осылай аяғына дейін іліп аласыздар. Іліп алдық, жақсылап тартамыз. Енді екінші жағын. Жіптің ұшын ішіне қарай кіргізіп тастасақ болады, ол көрінбей қалады. Мына жақ шетінен де тоже ең шеткі петлядан бастаймыз. Біреуін қалдырып, келесісін. Бір ғана петлямыздың бір ғана қабырғасынан іліп алып отырамыз осылай. Біреуін тастап, келесісін. Біреуін тастаймыз, келесісін. Жақсылап қазір тартамыз. Жақсылап тартамыз. Енді мына екінші жақ бетімен біріктіру керек. Прям мынандай бұрыштағы петляларын жақсылап тұрып біріктіру керек. Мына жерден бір рет айналдырып алайын тағы да. Мына жақта да ең бұрышындағы петлямен біріктіреміз. Және осы екі ұштарын қосуымыз керек. Мінекей. Түбін жақсылап тартып тұрып тіккен кезде арасында тесік болмау керек. Мінекей, екеуі бірдей болды, Енді осыны шапкаға қалай тігеміз, соны көрсетейін. Мына шапканың тоқылуы да менің каналымда бар, оның да ссылкасын осы видеоның астына қалдырып кетемін. Примерно қойып көремін. Қарап аламыз, қалай әдемі болады. Былай шетке қарай кетіп қалмау керек. Совсем жоғары жағына кетіп қалмау керек, Примерно осылай көзбен қарап қойып аламыз. Одан кейін тігеміз. Бірінші мына құлақтың бергі жағын тігіп шығу керек.
одан кейін арт жағын айналдыра тігетін боламыз. Мына біздің құлағымыз симметрично көріну үшін ең ортасын мен қай қатарға бекіттім. Сол қатардың бойымен былай жүріп отырып, мінекей. Мына жақта да екінші құлағымыздың дәл ортасы тұру керек. Примерно белгілеп қояйын осылай. Неге тігіп болдым. Енді жіпті ішіне қарай өткіземіз да, бір түйіндеп жіптің ұшын сөтіліп кетпейтіндей петлялардың арасына жасырып тастаймыз. Неке дайын болды. Екінші жақ құлағында дәл солай тоқисыздар, қарайсыздар. Ең шеті қай қатармен келіп тұр, е? Теріс тоқылған қатар ғой. Осы дорожкамен қарайсыздар, мінекей мына жерден басталып тұр ең шеті. Мынаны да дәл сол жерден бастайсыздар. Мына жақ шеті қай қатардан бітіп тұр, міне. Мынаның бойымен келіп, мына құлақтың да шетін осы жерден бітіресіздер. Мінекей екінші құлақты да тігіп қойдым. Қараңыздар, қандай сүйкімді шапка болып шықты, иә. Кішкентай ұл балаларға да, қыздарға да кигізуге болады бұндай шапкаларды. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер де тоқып жатсаңыздар, жұмыстарыңызды менімен Instagram парақшамда бөліссеңіздер болады. Парақшамның атын астына қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап шыққандарыңызға рахмет. Егер ұнап жатса лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.